Сәлем достар, асық арнасына қош келдіңіздер. Мадагаскарлық қырықаяқтар өзіне жеуге бір жәндік іздеп жүреді. Бірақ оларды бірінен кейін бірін нашақор маймылдар аулап жүр екен. Жеуге ма десеңіз жоқ. Қырықаяқтың басын тістеген кезде ол өз сілекейлі токсинін шашады екен. Нашақор маймылдарға керегі де сол. Олар қырықаяқтың сілекейлі токсинін шыбын-шіркейден қорғайтын сасық иіс ретінде және дәмін алса рахатқа бөлетін амфетамин ретінде пайдаланады екен. Өзіне керек дозасын алып ап, қырықаяқты өз жөніне жібереді екен. Ал өздері ағаштың үстінде рахатқа бөленіп отыра береді екен. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қызықтың бәрі алда.